Қайырлы күн баршаңызға. Қазіргі кезде хит болып жатқан маковый пирогтың жасалу жолын көрсетемін. Ол үшін ыдысымызға електен өткізілген ұнымызды саламыз. Және сары майымызды бөліктерге бөліп қосамыз. Менде 82% сары май. Және ұнға қосып, қолымызбен крошка жасап аламыз. Барлық сары майды үгітеміз. Осылай қолымызбен жасаймыз. Келесі кезекте қантымызды қосамыз. Және 2 жұмыртқа қосамыз. Мак қосамыз. Барлығының салмағын описаниеде қалдырамын. Және шай қасықпен разрыхитель қосамыз. Барлығын араластырып, тестайлаймыз. Кішкене құрғақтау болғандықтан тағы да бір жұмыртқа қостым. Енді осыны тестайлай аламыз. Осылай біркелкі илейміз тағы да. Және холодильникке қоя тұрамыз. Мұздатқышқа. Ал енді 4 жұмыртқаның ақуызын миксердің жай жылдамдығынан бастап көпіртеміз. Миксерлеп аламыз. Массамыз ұлғайған кезде қантымызды қосамыз. Жай жылдамдықтан бастап жоғарысына дейін көтереміз және миксерлейміз. Осы кезде қантымызды қосамыз және миксерлейміз. Миксерлеген кезде қантымыз еруі қажет. Және бір ас қасық кукурузный крахмал қосамыз. Оны да миксерлейміз. Майдаланған жаңғақты қосамыз. Грек жаңғағы. Ал бізде меренгамыз дайын болды. Дайындап қойған формамызға тестамызды жайғастырамыз. Менде 28-де 30 форманың диаметрі. Тестамызды 2 бөлікке бөлеміз. Және ұнымызды сеуіп, жаямыз. Формамызға сай келетіндей етіп жайып аламыз. Осылай шет-шеттерін қолымызбен түзелеп шығамыз. Ал енді меренгамыздың жартысын қосамыз. 2 бөлікке бөліп, 1 бөлігін қосамыз. Және видеодағыдай жасаймыз. Ал енді пешімізге пісіріп аламыз.
бізде пісіп шықты біріншісі. Ал енді кезекте екінші тестамызды және беренгамызды қосып пісіріп аламыз. Екі 200 градуста пісіріп алдым. Ал енді кремімізді дайындаймыз. Творожный сырға сахарный пудраны електен өткізіп қосып аламыз. Және лопаткамен кішкене араластырып, салқын сливкемізді құямыз. Крем-чиз дайындаймыз. Жай жылдамдықтан бастап миксерлеп кремімізді дайындап аламыз. Крем құюланған кезде миксерлеуді тоқтатамыз. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Біздің отбасымызда үлкен кіші барлығына өте ұнады. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Және де менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ал енді тортымызды жинаймыз. Кремімізді лопаткамен барлық шетіне біркелкетіп жағып шығамыз. Кішкене қалған кремін бетін сәндеуге алып қалдым. Келесі бөлігін үстіне қоямыз. Пісіп шыққан кезде бөлме температурасына суытып аламыз алдымен. Ал енді насаткамызбен осылай бетін сәндеп шығамыз. Және ортасынан сахарный пудра себеміз. Мінекей бізде дайын болды. Жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.